Мен Сапарбай Салтанат Қанатқызы, номер 2 Алматы гуманитарлық педагогикалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы. Мен үшін ұстаздық бұл жай ғана мамандық емес. Ол адам тағдырын өзгертуге беретін үлкен мүмкіндік. Себебі ол тек білім беріп қана қоймай, сенім береді, бағыт береді, болашаққа жол ашады. Бүгінгі сабағымда дәл осы ойды дәлелдейтін шығармаға негізделген. Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз повесінде біз қарапайым мұғалімнің бір баланың ғана емес, тұтас тағдырдың өзгеруіне себеп болғанын көреміз. Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Сәлеметсіз бе? Отырыңыздар. Олай болса, сабағымызды бастамас алдын, сабақта кім бар, кім жоқ деген деп алайық. Айдарбек Нұрсұлу, Бекзада Ақмарал, Бауыржан қызы Айым. Алдарыңызда бірінші топ және екінші топ. Бірінші топ бізде Шамшырақ, екінші топ бізде Нұршуақ. Кімнің қай топта екені әзірге белгісіз. Мына жердегі ақын жазушыларымыздың артында берілген сандар арқылы екі топқа бөлініп отырамыз. Мен бірінші топтамын. Мен екінші топтамын. Мен бірінші топтамын. Жақсы, олай болса топқа бөлініп алдық. Ендеше мына жерде берілген жалын, оттар арқылы, осы жалынның артында жасырылған сөздер арқылы, бір-бірімізге жылы тілектер айту арқылы бүгінгі күнімізді жақсы бастайық. Олай болса, бүгінгі сабаққа мен сендерге белсенділік тілеймін. Сабақтарың жақсы өтсін. Ұшқыр ой, бүгінгі келген кез келген сұраққа, тапсырмаға тез жауап беруге тырысыңдар. Әділдік, бүгінгі келген сұрақтарға әділ және нақты жауап беріңдер. Бүгінгі күндерің жақсы, көңілді өтсін. Жақсы, олай болса бір-бірімізге жақсы көңіл күй тілеп алдық, жақсы тілектерімізді айтып алдық. Ендеше жаңа сабағымызға қатысты аңдатпа ретінде менің бір сұрағым бар. Ұстаз деген кім? Мен үшін ұстаз деген мектепті екіншіміз десек, ұстазы анамыз дейміз. Ұстаз болу екінің бірінің қолынан келе бермейтін мамандық. Аңыздың да, дананың да өз ұстаздары болған. Ұстаз ұлы тұлға. Ұстаз мәртебесі әрдайым биік болған. Себебі мектеп табалдырығын енді аттаған баланың адам болуы да, надан болуына да септігін тигізетін бұл ұстаз. Мен үшін ұстаз деген ол жас ұрпаққа білім нұрын шашатын тұлға. Ол оқушыларды ізденуге, ойлануға және армандауға үйретеді. Ұстаз әр баланың бойындағы жақсы қасиеттерді дамытады. Қиын сәтте ақыл айтып, дұрыс бағдар көрсетеді. Жақсы, өте орынды, жақсы жауап бердіңдер. Олай болса біз жаңа тақырыбымызды бастамас алдын, мына жерде берілген суреттер арқылы бүгінгі тақырыбымызды ашып алайықшы. Мына жерде бізде бірінші суретте, екінші суретте және үшінші суретте не бейнеленген? Және осыған байланысты бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыздың атауы шығады. Бірінші суретте Шыңғыс Айтматовтың кітаптары, Плаха, Ақ кеме, Жәмила деген секілді кітаптары. Ал екінші суретте бізде қырғыз елінің ақшасы, өйткені жерде 10 сом деп жазылып тұр. Бірінші мұғалім, первый учитель жазылып тұр. Ал үшінші суретте мұғалімнің сабақ беріп жатқаны бейнеленген. Менің ойымша бүгінгі тақырып бізде мектеп, мұғалім, оқушы жайында деп ойлаймын. Жақсы, жарайсың Айым, рахмет. Олай болса біздің бүгінгі сабағымыз Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз повесіне арналады. Олай болса бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты, міндеті және күтілетін нәтижелер. Сабағымыздың мақсаты білім алушыларға повестің идеялық және мазмұнын терең меңгерту, шығармадағы ұстаз бейнесін талдау арқылы қазіргі қоғамдағы мұғалімнің рөлін түсіндіру және сабағымыздың міндеттері, жазушының өмірі мен шығармашылығы жайлы білімдерін кеңейту, повестің мазмұны мен композициялық құрылымын талдау. Ал бүгінгі сабағымыздан күтілетін нәтижелер: сабақ соңында барлық білім алушылар Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз шығармасы бойынша және өмірі мен шығармашылығы жайлы толыққанды біледі және повестің идеясын, композициялық құрылымын талдай алады. Шыңғыс Төреқұлы Айтматов 1928 жылы Қырғызстанның Талас өңірінде Шекер ауылында дүниеге келген. Ол жазушы, қоғам әрі мемлекет қайраткері, Қырғызстан ғылым академиясының академигі.
Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз повесі 1962 жылы жарық көрді. Бұл шығарма арқылы автор сол қоғамның қиындығын, әйел теңсіздігін, әрі заман әділетсіздігін бізге көрсеткен болатын. Шығарманың басты кейіпкерлері Алтынай және оның алғашқы ұстазы Дүйсен. Ары қарай бізде бағалау, алдарыңа бағалау парақтары таратылған. Сонымен қатар мына жерде әр қайсысының аты жөндерің жазылып тұр. Мысалы, бір тапсырмада жауап бергеннен кейін Ақмаралдың балы жоғары қарай көтеріле береді. Сонымен бүгінгі сабақтан ең жоғары бал 100 балға дейін алу мүмкіндігі бар. Жақсы, олай болса, біз тапсырмамызды бастаймыз. Жаңағы видеоны көру арқылы ой қозғау әдісінің негізінде қазір бірнеше сұрақтар шығады. Соған кезекпен жауап беретін боламыз. Олай болса, бастайық. Жазушының балалық шағы мен отбасы оның шығармашылығына қалай әсер етті? Жазушының шығармашылығына оның отбасы әжесінің бала кездегі ертегілері әсер етті, және де әкесінің қуғынға ұшырағанда Шыңғыс Айтматов үлкен жауапкершілік сезінді. Сол үшін оның барлық шығармалары отан туралы және де отбасы туралы. Маған түскен сұрақ, Шыңғыс Айтматов қай жылы қай жерде дүниеге келді? Шыңғыс Айтматов 1928 жылы 12 желтоқсанда Талас өңіріндегі Шеке деген ауылда дүниеге келді. Шыңғыс Айтматовтың алғашқы шығармасы. Шыңғыс Айтматовтың алғашқы шығармасы 1952 жылы 6 сәуірде газетші Зюда әңгімесі. Ол әңгімеде адамның өмірін, еңбегін және де қоғамдағы өзгерістерді баяндайды. Оның шығармашылығында, яғни ұлттық құндылықтар, ата дәстүрлер, сонымен қатар өз ар-ожданын сақтауға, ата дәстүрін ұмытпауға негізделеді, және де оның негізгі идеясы отанына адал болуға, отбасына адал болуға шақырады. Жарайсыңдар, жақсы жауап бердіңдер. Олай болса, енді келесі кезекте бізде топтық жұмыс. Яғни алдарында берілген параққа бірінші топ сол дәуірдегі ұстаз, яғни Дүйсен өмір сүрген кезеңдегі, және екінші топқа қазіргі кездегі ұстаздарымыз, яғни олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын жазамыз. Олай болса, бастайық. Бізге берілген тақырып қазіргі кезеңдегі ұстаз. Яғни қазіргі кезеңдегі ұстаз тек білім беруші емес, психолог, әрі қолдаушы, қорғаушы. Яғни қазіргі технологияның дамыған заманындағы үлкен жауапкершілікпен білім беруші адам деп санаймыз. Және ұстаз тек қазіргі заман болсын, бұрынғы заман болсын, ұлы тұлға болып саналады. Бізге берілген тақырып сол дәуірдегі ұстаздар. Яғни ұстаздар адамдарды білімге, ғылымға дамытқан адамдардың бірі болып табылады. Яғни сол дәуірде құрал жабдық жетіспегеніне қарамастан оқушыларды білімге, ғылымға дамытқан адамдардың бірі. Яғни сол кездегі ұстаздардың қасиеттерін айта кететін болсақ, білімге баулушы, адалдық, әділ болған, және де ұстаздың беделі ол кезде өте жоғары болған. Жақсы, жарайсыңдар. Екі топта өте жақсы деген баға алды. Және олай болса бағалап өтейік. Жақсы. Ары қарай, олай болса бейне жазбаны көріп алайық, сол арқылы тапсырма орындайтын боламыз. Не подчинитесь, то и укажем. Алтынайдың ата-анасы қайтыс болғаннан кейін ол аға жеңгесінің қолында өседі. Әрі жеңгесі оның білім алуына қарсы болады. Подходи! Ах ты так, собака! Жақсы, ары қарай бейне жазбадан кейін қылқалам әдісі арқылы мына жерде берілген сұрақтарға жауап беріп өтейік. Кім шығады? Келе ғой.
Повестегі оқиға қай кезеңде өтеді, сол уақыттың ерекшелігі неде? Повестегі оқиға 20 ғасырдың 20 жылдарында өтеді. Сол уақыттың ерекшелігі кеңес өкіметінің орнауы, ауылдардағы сауатсыздық пен ескі салт дәстүрлердің үстемдігі. Алтынайдың балалық шағы қандай жағдайда өтеді? Алтынайдың балалық шағы ол ата-анасынан ерте айырылып, жетім туыстарының қолында өмір сүреді. Ауыр еңбек, оның ауыр еңбек пен мейірімдіктің жетіспеуі оның балалық шағының күрделі екенін көрсетеді. Дүйсеннің бойынан қандай ұстазға тән қасиеттерді байқайсыз? Біз Дүйсеннің бойынан ұстазға тән сабырлық, қамқорлық, мейірімділік қасиеттерін байқаймыз. Ол тек балаларға өзінің сабағын бере қоймай, тәрбие береді. Алтынайдың тұлға ретінде қалыптасуына Дүйсеннің әсері қандай болды? Дүйсен Алтынайды оқуға тартты және сенім артты. Шығарманың негізгі идеясы қандай? Шығарманың негізгі идеясы бұл адам өміріндегі және де қоғамдағы білімнің шешуші рөл атқаратындығын, және де осы шығармада Дүйсен есімді жас мұғалімнің қалай ауылдағы Алтынай деген жетім қыздың өмірін өзгертетіндігі туралы айтылады. Жарайсыңдар, өте дұрыс жауап бердіңдер. Және бұл жерде бізде кейіпкеріміз, повестегі басты кейіпкеріміз Дүйсеннің ешқандай қиыншылыққа қарамай, балаларға білімге деген ұмтылуы, ауылдағы надандыққа, сауатсыздыққа қарсы күресуі, яғни оның талпынысынан, еңбегінің арқасында. Және біз осы повесттен ең басты нәрсені түйіп алуымыз қажет. Яғни бұл жерде кейде адамның өмірін өзгертуге үлкен мүмкіндік емес, жай ғана бір ғана адамның сенімі болса жеткілікті. Яғни оның дәлелі осы Алтынайдың тағдыры. Оның ғалым Алтынай Сүлейменова болуына Дүйсеннің сенімі, Дүйсеннің қолдауы, яғни көп көмегін қажет етті, көп көмектесті десек болады. Жақсы, ары қарай алдымызда тұрған параққа, яғни бізде осы шығарма бойынша композициялық талдау, яғни оқиғаның басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі және шешімі болады. Дұрыс, олай болса алдарында берген параққа соны толтырып қорғайтын боламыз қазір. Біз дайынбыз. Оқиғаның басталуы бізде Ажар тауының етегінде орналасқан табиғаттың сипаттауына басталады, және де оқиғаның дамуы, яғни Дүйсеннің ауылға келуі, және де оқиғаның шиеленісуі, яғни ауылда жаңа мектептің ашылуы. Біз дайынбыз. Шарықтау шегіне келетін болсақ, Дүйсен Алтынайды қорғап, оны қалаға оқуға жіберуге көмектесті. Бұл оның өмірін жаңартуға жол салды. Енді аяқталуына келсек, Алтынай білім алып, биік дәрежеге жетеді. Ол алғашқы ұстазына өмір бойы ризашылығын білдіреді. Жақсы, жарайсыңдар, екі топта өте керемет жауап берді. Олай болса біз бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бағалап өтетін болсақ, Талшын 90%, Толғанай 80%, Ақмарал 90%. Бүгінгі сабағымыз бойынша кері байланыс беріп өтейік. Яғни мына жерде сабақ түсінікті болды, сұрағым бар және түсінбедім. Жақсы, бүгінгі сабақ ұнады деген ойдамын. Ендеше келесі сабаққа үйге тапсырма, ұстаз еңбегі өлшеусіз тақырыбында ой толғау жазып келеміз. Сабақ ұнады деген ойдамын. Болашақта осы оқып жатқан бастауыш білім беру мұғалімін аяқтағаннан кейін сендер де ұстаз атына ие боласыңдар. Сол кезеңде осы қазіргі өтіп жатқан тақырыптарымызды естеріңе алып, біз сол кезде алғашқы ұстаз деген Шыңғыс Айтматовтың шығармасын оқығанбыз деп айтып жүретін боламыз. Сабақ ұнады ма сендерге?